Шымкентте жылыжайдағы өнімдер үсіп кетті. Оңтүстіктегі үскірік аяз өңір шаруаларын тығырыққа тіреп отыр. Қалың қардың кесірінен тіпті кейбір жылыжайлар қирапта қалған. Бір ғана шаруашылықты алатын болсақ, шамамен 100 миллион теңгеден астам шығынға ұшыраған. Диқандарды мазалаған түйткіл шешіле ме? Толығырақ өңірдегі тілші жалғастырады. Қызанақ өндірумен айналысатын бұл шаруашылық жазға дейін 3 гектар аумақтан өнім алуы тиіс еді. Бірақ соңғы 2 аптадағы аязда голландиялық көшеттер үсіп қалған. Серіктестік өкілдері бұған ең алдымен көмір тапшылығы мен оның сапасы себеп болды дейді. Көмір қыздыра алмайды. Қыздырған күннің өзінде енді бізге керекті градусты бере алмайды. Сол себепті бас жағы жыл болып тұрды, жылжайдың. Аяқ жағы енді су қызып, насос айдап жетем дегенше аяқ жағы суып қалып жатты. Сонымен жаңа өткенде қатты аяздарда мына жағы қатып қалған, содан енді үсік алып жатыр былай қарай. Жылыжайдағы құбырдың біраз бөлігіне мұз қатып жарылған. Қатты отының қалдығы көп болғандықтан 4 қазандықтың 2-і істен шығыпты. Енді мұндағылар амалдың жоқтығынан қызанақтарды көк түйін күйінде теріп алып жатыр. Ең болмағанда іріктелген көк өнімдерді қызартып, арзан бағада болса да өткізгісі келеді. Осылайша коммуналдық төлемге кететін қаражаттың бір бөлігін жабуға болар еді дейді диқандар. Әдетте негізі осы біздің продленкадағы план ол 1200-1300 тоннадай теру керек болады біз негізі. Алайда біз қазір 250 тонна ғана тердік. Қалған өнімнің бәрі ысырапқа кетті, үсіп кетті. Енді осы бүкіл томаттық өсімдікті, үсіген өсімдіктердің бәрін жинап алып, қайтадан егуге тура керек болып тұр. Оның барлығы уақыт, оның бәрі дополнительный шығын. Жаңағы ремонтный жұмыстардың барлығы шығын. Жылыжайдың қазіргі шығынының өзі 100 миллион теңгеден асады. Банктен несие алып, бизнес бастаған серіктестік өкілдері несиені өтеу мерзімін тоқтата тұрса дейді. Аяздың кесірінен зардап шегіп отырған кәсіп иелері тек Шымкент қаласында емес, Түркістан облысында да бар. Сарыағаштық шаруалар да жаппай көмір іздеп шарқ ұрып жүр. Аймаққа қажетті көлемде көмір жеткізу мәселесі жергілікті жерде шешілер емес. Себебі көмір Шұбаркөлден келмей жатыр. Өзекті проблеманы парламентте сенатор Әли Бектаев та көтерді. Сарыағаш ауданының тұрғындары мен шаруаларын әлеуметтік көмірмен қамтамасыз етуді тез арада шешу керек. Бүгінгі таңда Сарыағаштың көмір базаларында халыққа қажетті көмір жоқ деп айтуға да болады. Ал жылыжайлар өнімінің әлеуметтік маңыздылығын ескере отырып, оларға да қосымша көлемде көмір бөлдіру мәселесі ушығып тұр. Қазір жылыжай иелері құбыр қатып қалмас үшін сапасыз отынды пайдалануға мәжбүр. Шаруаларға ауа райының жылуын күтуден басқа амал қалмай тұр. Себебі көшеттері өніп егуге дайын тұр. Бірер күнде жерге отырғызбаса өсіп кетіп, тамыр алмай қалу қаупі бар. Гүлдана Дәурен, Абзал Тұрабеков, Алматы телеарнасы, Шымкенттен.